Сәлеметсіздер ме? Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған ақпараттық танымдық сабақтарымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы тәуелсіздіктің таңы. 1991 жылы 29 тамызда Қазақ КСР президентінің Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлығы шықты. 1991 жылы тамыз, қазан айларында Қазақ КСР мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. 1991 жылы 2 қазанда Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. 1991 жылы 1 желтоқсан Қазақстанның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атауын өзгерту туралы заң қабылданды. Осы заңға сәйкес жаңа құрылған тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасы деп аталды. 1991 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Осылайша Қазақстан егемен ел атанды.